Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақ елі, жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Қазақстанда вакцина алғаннан кейін 482 адам коронавирустан көз жұмды. Бірінші ақпаннан бері коронавирусқа қарсы вакцина алған 482 адам індеттен көз жұмды. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой онлайн брифингте мәлімдеді. Бірінші ақпанның тамыздың соңына дейін жағдай вакцина алған 482 адам қайтыс болды. Бұл коронавирустан көз жұмғандар санының шамамен 5%-ін құрайды, деді Цой үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында. Бұдан соң журналистер осы уақытқа дейін денсаулық сақтау вице-министрі Ажар Ғинияттың 1 ақпаннан 31 шілдеге дейінгі аралықта 115 вакцинацияланған адам көз жұмғаны туралы ақпаратын еске салды. Алексей Цой бұл ақпаннан тамыз айын қоса алғанда статистика екенін жеткізді. 482 адамның бәрі толық вакцинацияланғандар. Сіздер білесіздер, бізде шілде-тамыз айларында аурушаңдық өсіп, өлім-жітім көп болды. Сондықтан осындай айырмашылық бар. Бірақ бәрібір де коронавирустан қайтыс болғандардың дені вакцина алмағандар екенін көріп отырмыз. Сондықтан мен осыған назар аударуды сұраймын, деп түйіндеді Алексей Цой.